Ресей әскери тұрғыда жеңілмейді деді. Уверен айтып тұр ғой. Тоқаев қалайша Ресейдің жеңілмейтінін білді деген нәрсе ғой. Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Халайық, кешегі Пентагон басшысының жасаған мәлімдемесінен кейін бүкіл ел, бүкіл әлем шулап жатыр. Себебі егер Америка осылайша Украинаны лақтырып кететін болса, онда Украина келісімге келуден басқа амалы қалмайды Путинмен. Ал енді Украинаның өзі жалғыз қалатын болса, Еуропа мемлекеттерінің көмегі жеткілікті бола ма Украинаны сақтап қалуға? Пентагон басшысының жасаған мәлімдемелерінің ішінде негізгілерін айтып өтейін. 4 түрлі нәрсені айтты. Оның біріншісі, америкалық солдаттар Украина үшін қанын төкпейді. Яғни Украинаның қауіпсіздігі үшін енді біз жауап бермейміз деп отыр. Екінші мәселе, Украина қандай да бір дипломатиялық жолмен НАТОға кіре алмайды. Міне, олардың үмітін үзді осы нәрсе. Сонымен қатар, енді Украинадағы жағдайды өздерің реттеп алыңдар. Өздерің реттеп алыңдар. Еуропа мемлекеттері, НАТОға кіретін Еуропа мемлекеттері сендерге қалдырамыз. Бұл мәселені сендер өздерің реттеулерің керек. Америкалықтар миллиондаған долларын бұл Украинаны құтқару үшін енді жұмсамайды деді. Яғни НАТО мемлекеттерінің арасында тек Америка ғана көп ақша бөледі екен де, сендер Еуропа мемлекеттері негізгі қауіп сендерге төніп тұр ғой, сондықтан сендер қимылдауларың керек деді. Сонымен қатар, төртінші мәселе, бұл Украинаның территориясы. Ең маңызды мәселе. Пентагон басшысы Пит Хексет ресми түрде мәлімдеді, Американың ұстанымын айтты. Яғни Украина 2014 жылғы тұтастай шекарасына қайтып келу бұл мүмкін емес деді. Яғни бұл бар болғаны жай ғана иллюзия деді. Бұл Пентагон басшысының ресми мәлімдемесі. Яғни егер соғысты жалғастыратын болсаңдар, онда қантөгіс одан әрі жалғасады. Территорияларыңды өздерің қалыптарына келтіріп аласыңдар. Оның алдында да Трамптың көмекшілері, айналасында жүрген кеңесшілері айтқан болатын. Яғни егер де Украина Қырымды қайтарамын деп үміттенетін болса, онда ол үшін американдық солдаттар қанын төкпейді, өздерің қимылдайсыңдар деп отыр. Қырымды қайтару мүмкін емес деп отыр олар. Яғни Украина осындай жағдайда қалды. Трамп жеңіске жетем дегенше Украина мен Ресей арасында соғысты тоқтатамын деді, бірақ кепілдік берген жоқ қой. Рас, Трамп айтты, тоқтатамын мен соғысты деді, бірақ Украинаның пайдасын тоқтатамын деген жоқ. Міне, енді Трамп өзінің айтқан уәдесін орындап жатыр. Бірақ не үшін Байден үкіметі көмек берді, Трамп үкіметі осылайша Украинаны қалдырып бара жатыр? Мен осы жерде 3 түрлі негізгі нәрсені айтқым келіп отыр. Қазақстанға да қатысы бар ол. Біріншіден, Қазақстан қалайша Тоқаев осы соғыста, Ресей мен Украинаның арасындағы соғыста, Ресей, естеріңізде бар шығар, естеріңізге сала кетейін, Германия канцлері, яғни Германияның үкімет басшысы Шольц келген кезде Тоқаев айтты. Сол кезде халық оны жақтырған жоқ Тоқаевтың ол сөзін. Ол Тоқаев сол кезде былай деген болатын: Ресей әскери тұрғыда жеңілмейді деді. Уверен айтып тұр ғой. Уверен, сенімді айтып тұр. Ресей әскери тұрғыдан жеңілмейді деді. Сол кезде Тоқаевты жерден алып жерге салды қаншама адам. Немене сонда бұл әлі күнге дейін жаңағы Ресейдің табалдырығында жүргісі келіп отыр ма? Ресейдің жеңілетіні анық. Өйткені сол кездері шамамен соның айналасындағы оқиғалар бұл Курск облысына басып кірген болатын, украиндық әскерлер. Курск облысына біршама аймақтарын жаулап алды, қаншама елді мекенін жаулап алған болатын сол кездері. Бірақ соған қарамастан Тоқаевтың жасаған мәлімдемесі елі дүр сілкіндірді. Бірақ қалайша Тоқаев осы күндері Тоқаевтың жасаған сол мәлімдемелері, Трамптың айтып отқан нәрселері айтып отыр, Трамп та айтып отыр. Пентагон басшысы айтып отыр. Украиналықтар соғысты жалғастыру олар үшін әлдеқайда тиімсіз, одан әрі территориясын жоғалтып беруі мүмкін, адам өлімін алып келуі мүмкін. Және Пентагон басшысының кешегі айтқан мәлімдемесі бар, Украина 2014 жылғы шекарасына орала алмайды деп отыр. Яғни сендер территорияларын онсыз да жоғалтып қойғансыңдар деді. Егер қайтарғыларың келсе, одан әрі қан төгіледі деді. Тоқаев та айтты. Яғни тезірек соғысты аяқтау керек, белгілі бір келісімге келу керек деді. Ол Қытай, Бразилия жоспарларын ұсынып көрген болатын. Әрине ол жоспарлар Украина үшін әлдеқайда тиімсіз болатын. Сондықтан Украина
бұл жоспарларды қабылдамай тастады. Себебі ол біраз территориясын айырылу керек болатын. Соғыс одан әрі қарай жалғасып жатыр. Екі елді де титықтатты. Бұл бірінші нәрсе. Тоқаев қалайша жаңа 90 ауыз сөзін толықтай түйіні, Тоқаев қалайша Ресейдің әскери тұрғыдан жеңілмейтінін білді. Осы нәрсе. Ол оның көрегендігі ма, ол оның Ресеймен жақсы байланыста отырып, оның әскери жүйесін, оның әскерінің санын болсын, сапасын болсын білгендіктен кейін ба, яғни Ресей мен Украинаны салыстыру арқылы, яғни айтады ғой, ұзақ уақытта алыс қашықтықты көретін адамдар, яғни болашақты ойлай алатын адамдар. Тоқаев осындай болғаны ма, әлде Ресеймен арадағы қатынасын суытқысы келмегеннен айтты ма бұл сөзді? Біріншіден. Екіншіден, Трамп қалайша Украинаны осылай жайдан жай тастап кетіп бара жатыр? Оның ойлаған несі бар? Ол өте түсініксіз жұмбақ күйінде қалды. Ол расында да Путиннен қорқып қалды ма? Өйткені сарапшылардың біраз бөлігі айтып жатыр. Трамп проресейлік президенттердің бірі деді, және сайлауға түсіп жатқан кездің өзіне сол айтқан болатын Трамп туралы. Яғни Трамптың билік басына келуі ресейлік саясаттың әлсірейтінін көрсетеді деген болатын. Керісінше қытайлық саясат күшіне мінеді деген болатын. Себебі Трамптың бірінші президенттік мерзімі кезінде оның жасаған әрекеттері Қытаймен сауда соғысының қалай жүргенін өздеріңіз де жақсы білесіздер. Енді қараңыздар, Трамп президент болмай тұрып та осы нәрсені айтты. Екінші рет президент болмай тұрып та сарапшылар айтқан болатын. Енді президент болып сайланғаннан кейін де оның әрекеттері Ресеймен жақсы байланыс орнату болып отыр. Яғни Ресеймен қандай да бір келісімге келу, жаңағы американдықты тұтқыннан босату ресейліктердің жасаған алғашқы қадамдарының бірі. Жалпы айтқанда Ақ үй мен Кремль өзара түсінісе бастады. Бұл өте түсініксіз жағдай. Олардың арасында не келісім болды, телефон арқылы сөйлесті дейді, Трамп айтқан жоқ. Толықтай не арқылы не сөйлескенін, қайтып сөйлескенін, не уәде бергенін, Путин қандай уәде бергенін, екі арада жалпы қандай сауда жүргенін белгісіз, мүлде белгісіз болып қалып отыр бізге. Олар не туралы сөйлесті? Трамп пен Путин. Содан кейін барып Трамп сөйлескен туралы Зеленскийге айтқан. Сонда келіссөз соғыстан зардап шегіп жатқан Украинасыз өтіп тұр. Олайша айтқанда. Украиндықтар осы кезге айтты, келіссөз бізсіз өтпеу керек деп. Себебі зардап шегіп жатқан Украина. Бұл екінші дүниежүзілік соғыстағы кейбір мәселелерді еске түсіреді. Естеріңізде шығар, Чехословакия сияқты мемлекеттерді Гитлердің Англия, Франциямен келісу арқылы бөлшектеп қалай жаулап алған. Тарих қайталанады десе, кейбіреулер сенбеуі мүмкін, бірақ қалай дегенмен де Трамптың жасаған әрекеті бұл Ресейді де титықтатты, Украинаны да титықтатты. Енді екеуін келіссөз үстеліне отырғызып, өз пайда көргісі келіп отыр ма? Жалпы Трамптың жасап жатқан әрекеттері мүлде түсініксіз болып кетті. Мүлде түсініксіз. Онса титықтап жатқан Ресейден неге одан әрі титықтатпайды деген сияқты пікірлерді айтылып жатыр. Алайда оның келісімге келуге тырысуы көп нәрселердің жұмбақ күйінде қалдырып отыр бізге. Үшінші нәрсе, бұл енді Украина мен Ресей арасындағы соғыс немен аяқталады? Украина территориясын жоғалта ма? Тәуелсіздігін сақтап қалған территорияларын Америка қалай қолдауы мүмкін? Американың алдағы уақыттағы саясаты қандай болуы мүмкін? Және оның Қазақстанға қандай әсері болуы мүмкін? Украинадан кейін Ресей мен Қазақстанның арасында қарым-қатынас қандай болуы мүмкін? Әлемдік геосаясат қалай өзгеруі мүмкін? Мүлде құбылып кетті. Трамптың билік басына келуінен кейін әлемдегі жағдайлар мүлде шиеленісіп кетті деп айтуымызға болады. Қазір адамдар тіпті түсінбей жатыр. Мына америкалық биржалардың өзінде бағалар бір түсіп, бір құлдырап, инвесторлар ақшаларын қайда саларын білмей жатыр. Мұнайдың бағасы түсіп кете ма, алтынның бағасы құлдырай ма, әлде өсе ма, қандай акциялар тиімді, тиімсіз деген сияқты америкалық Nasdaq сияқты, S&P 500 сияқты биржалардың жаңағы жүйесі өте жаңағы құбылмалы болып тұр, ойнап тұр былайша айтқанда. Сондықтан алдағы уақытты болжап білу тіпті мүмкін болмай қалды деуімізге болады. Негізгі түсінбейтін нәрсе менің Тоқаев қалайша Ресейдің жеңілмейтінін білді деген нәрсе ғой. Ашығын айтқанда, қалайша ол білді Ресейдің әскери тұрғыдан жеңілмейтінін? Осы нәрсе жұмбақ күйінде қалып отыр. Тоқаевтың бұл көрегендігі ма, әлде Ресейдің көңілін қалдырмағандығы ма?